Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгін қазақ тіл сабағы. Дәптерлеріңізді ашып күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Сабақ тақырыбы сұхбаттасу мәдениеті деп аталады. Балалар, өткен сабақта біз үндестік заңы дегеніміз не, оның түрлері, яғни буын үндестігі, дыбыс үндестігі, буын үндестігі дегеніміз не, осы ақпараттарды алған болатынбыз. Ал бүгін дыбыс үндестігі, яғни күрделі тақырыпқа тоқталамыз. Дыбыс үндестігі қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне әсер етіп, өзіне ұқсатуы. Мысалы, қазақ тілінде мынадай заңдылық бар. Егер бір сөздің соңғы дыбысы қатаңнан басталатын болса, оған жалғанатын қосымша да қатаңнан басталу керек. Ал ұяң үндіге аяқталатын болса, егер сөз, оған жалғанған қосымша да ұяң немесе үндіден басталу керек. Сол сияқты дауысты дыбысқа аяқталатын болса, оған жалғанатын қосымша да үнді немесе ұяң болу керек. Балалар, егер қатаң мен ұяң, қатаң мен үнді, қатаң дыбыс пен дауысты дыбыс, немесе ұяң мен дауысты дыбыс, үнді мен дауысты дыбыс қатар келетін болса, олар бір-біріне өзара әсер етіп, өзіне жақын дыбысқа айналдырады. Жалпы дыбыс үндестігі, балалар, сөз ішінде болады, және екі сөздің аралығында болады. Сөз ішіндегі дыбыс үндестігі болса, егер біз оны біріккен сөздерден қараймыз, яғни екі сөздің біріккен жерінен қараймыз, сонымен қатар сөз бен қосымшаның аралығынан қараймыз, яғни түбір сөз бен жұрнақтың, түбір мен жалғаудың аралығындағы өзгерісті қарайтын боламыз. Осыған байланысты дыбыс үндестігін біз ілгерінді ықпал, кейінді ықпал және тоғыспалы ықпал деп үшке бөлеміз. Мысалы, ілгерінді ықпал бұл қатар тұрған екі дыбыстың біріншісінің екіншісіне әсер етіп, екінші дыбыстың өзгеруі. Ілгерінді ықпал, яғни біріншісінің екіншісіне әсер етуі. Мысалы, сөз ішіндегі ілгерінді ықпал, біріккен сөздердегі ілгерінді ықпалды қарастырсақ, сәт-бек деген сөз. Сәт және бек деген сөздердің бірігуі арқылы жасалып тұр. Бұл жерде т мен б-ды, қатаң т дыбысы мен ұяң б дыбысы қатар келіп тұр. Яғни біз жазған кезде сәт-бек болғанмен, айтылған кезде ол сәт-бек. Айтқан кезде біз сәт-бек деп айтамыз. Яғни т дыбысы б дыбысына өзінен кейінгі дыбысқа әсер етіп, п дыбысына айналдырып тұр. Айтқан кезде сәт-бек болады. Ал немесе сөз бен қосымшаның арасында. Мысалы, ашса деген сөз. Біз жазған кезде ашса деп жазғанымызбен, айтқан кезде ол ашша болады, я? Яғни ш дыбысы с дыбысына әсер етіп, мына екінші тұрған с дыбысы шға айналып тұр. Яғни ашса деп айтамыз есікті, я? Немесе бұл сөз ішіндегі ілгерінді ықпал, я, балалар? Ал екі сөздің арасындағы ілгерінді ықпалды қарастырайық. Мысалы, алып бер екі сөзден тұр, я? Екі сөздің арасындағы ілгерінді ықпалды қарастырған кезде бірінші сөздің соңғы дыбысы мен екінші сөздің басындағы дыбыстың бір-біріне қаншалықты әсер етіп тұрғандығын қараймыз. Мысалы, соңғы дыбыс п қатаң, келесі сөздің басындағы дыбыс б ұяң дыбыс. Яғни қатаң мен ұяң дыбыс қатар келсе, бір-біріне әсер етеді. Алып бер деп айтқанымызбен алып бер айтылған кезде ол п дыбысы, мінекей бірінші тұрған п дыбысы келесі сөздің басындағы б дыбысына әсер етіп, өзіне сәйкес келетін п дыбысына айналдырады. Яғни айтқан кезде алып бер. Немесе ақ балық. Біз жазған кезде ақ балық деп жазғанымызбен, айтқан кезде ол ақ балық болып айтылады. Яғни бірінші сөздің соңғы қ дыбысы қатаң, екінші сөздің басындағы б дыбысы ұяң. Қатаң мен ұяң келсе, бір-біріне әсер етіп,
қ дыбысы өзінен кейін тұрған б дыбысына әсер етіп п дыбысына айналдырады. Яғни ақбалық деп айтамыз. Немесе құрбы, құрдас деген сөз. Бірінші сөздің соңғы дыбысы бұл жуан, дауысты дыбыс, дауысты дыбыспен қатаң дыбыс. Келесі сөздің басындағы қ қатаң. Дауысты дыбыспен қатаң қатар келіп тұр. Яғни бұлар бір-біріне әсер етіп, дыбысы өзінен кейінгі тұрған қ дыбысын ғ дыбысына айналдырады. Яғни қатаңды ұяңдатады. Мына қатаң дыбысты ұяңға айналдырып, құрбы, құрдас деп айтамыз. Құрбы, құрдас деп айтпаймыз. Жазылған кезде осылай жазылғанмен құрбы, құрдас болып айтылады. Енді балалар кейінді ықпал. Егер ілгерінді ықпалды айтқан кезде үнемі бірінші дыбыс өзінен кейінгі дыбысқа әсер етіп, кейінгі дыбыс өзгеріп отырған болса, кейінгі ықпалда керісінше қатар тұрған екі дыбыстың екіншісі біріншісіне әсер етіп, бірінші дыбыс өзгеріп кетеді. Бұл да дәл сол сияқты, ілгерінді ықпал сияқты сөздің ішінде және сөздің аралығында, екі сөздің арасында болады. Сөздің ішіндегі кейінді ықпал. Мысалы, біріккен сөздерде есен келді деген сөздерден біріккен, Бірақ жазған кезде біз есен келді деп жазғанмен, айтқан кезде есен келді болады. Есен келді. Яғни мына қатар тұрған н мен г дауыссыз дыбыстарының екінші г дыбысы н дыбысына әсер етіп, н дыбысы ңға айналып тұр. Айтқан кезде есен келді деп айтамыз. Есен келді емес, есен келді деп айтамыз. Немесе сөзбен қосымшаның арасындағы, түбір мен жұрнақтың арасында, мысалы, басшы деген сөз. Қатар тұрған с мен ш дыбысы біз жазған кезде басшы деп жазғанымызбен, мына екінші ш дыбысы өзінің алдында тұрған с дыбысына әсер етіп, ш-ға айналдырады. Яғни біз айтқан кезде басшы, яғни с-ны ш-ға айналдырып айтамыз. Бұл сөз ішіндегі кейінді ықпал. Енді екі сөздің арасындағы кейінді ықпалды қарайық. Мысалы, 15. Егер біз жазған кезде 15 деп жазатын болсақ, сөз аралығындағы кейінді ықпалда, жаңағы ілгерінді ықпал сияқты, мына бірінші сөздің соңғы дыбысы мен келесі сөздің бастапқы дыбысының өзгерісін қараймыз. 15 болып жазылғанмен айтқан кезде мына екінші тұрған б дыбысы н дыбысына әсер етіп, осылай стрелкамен көрсетіп отырамыз, м-ға айналдырады. Яғни біз айтқан кезде 15 қылып айтамыз. Немесе ақ-лақ деген сөз, жазылғанда осылай жазылады. Ал айтқан кезде ақ-лақ деп емес, ағлақ деп айтамыз. Яғни екінші тұрған л дыбысы мына қатаң қ дыбысына әсер етіп, ұяңдатады қатаңды. Яғни ағлақ деп айтамыз. Дыбыс үндестігінің үшінші ықпал түрі бізде балалар тоғыспалы ықпал. Яғни қатар тұрған екі дыбыстың жаңағыдай біреуі емес, екеуі де бірдей өзгереді. Мысалы, таш жарған. Жазылған кезде дәл осылай жазылғанмен, айтқан кезде таш жарған. Яғни мына с дыбысы ж дыбысына, ж дыбысы с дыбысына әсер етіп, екеуі де ш дыбысына айналады. Яғни таш жарған. Немесе досжан. Мына екі с мен ж бір-біріне әсер етіп, екеуі де ш дыбысына айналады. Дәл осындай тоғыспалы ықпалдар көбіне с мен ж дыбысы қатар келгенде мінекей екеуі ш-ға айналатын. Немесе н мен қ, н мен к дыбыстары қатар келгенде көп осы тоғыспалы ықпал болады. Мысалы, қазан қап болып жазылғанмен н қ-ға әсер етеді, қ н-ға әсер етіп,
қазанғап болып айтылады. Яғни н дыбысы ың дыбысына, қ дыбысы ғ дыбысына айналады. Айтылған кезде қазанғап болады. Немесе жирен көк. Мінекей, жазған кезде біз дәл осылай сауатты жазғанмен айтқанда жирен-көк деп айтамыз. Жирен-көк, көк. Яғни н дыбысы к-ге, к дыбысы н-ға әсер етеді. Яғни к н-ға әсер етіп ң-ға айналдырады, н к-ге әсер етіп г-ге айналдырып жирен-көк болады. Немесе дәл осылай тас жүрек, яғни жаңа айттым, с мен ж дыбыстары қатар келетін болса, екеуі де бір-біріне әсер етіп ш дыбысына айналады дедім. Яғни тоғыспалы ықпал екі дыбыстың, қатар тұрған екі дыбыстың екеуінің де өзгеріп кетуі. Тағы да мына жерден мысалдар көрсетейін. Мысалы, ілгерінді ықпалға тілеу қабыл дәл осылай жазылғанмен, мінекей, мына у дыбысы қ дыбысына әсер етіп, біз айтқан кезде тілеу қабыл емес, тілеу ғабыл деп айтамыз. Яғни ғ дыбысына әсер етеді. Сол сияқты кейінді ықпалға тағы бір мысал, қосшы. Айтылған жазған кезде қосшы деп жазғанымызбен, айтқан кезде қосшы. Яғни с дыбысы өзгеріп тұр. С дыбысы мына ш дыбысының әсерінен ш-ға айналып қосшы болып айтылады. Немесе көкжал сөзі. Көкжал. Біз көкжал деп айтпаймыз. Көкжал айтылғанда мінекей к дыбысы өзгеріп тұр, я? Ж дыбысы өзінен кейінгі к дыбысына әсер етіп, г-ге айналдырып тұр. Яғни көкжал болып тұр. Енді бірінші дыбыстың екінші дыбысқа әсер етіп, екінші дыбыстың өзгеруі бұл ілгерінді ықпал болады. Ал екінші дыбыстың бірінші дыбысқа әсер етіп, өзінің алдындағы дыбысқа әсер етіп өзгертуі бұл кейінді ықпал болады. Ал екі дыбыстың қатар өзгеруі, жаңағы айтқан қатар өзгеріп кетуі бұл тоғыспалы ықпал болады екен. Егер тақырып түсінікті болса, балалар, мына тапсырманы орындаймыз. Мына берілген сөздерден бір-біріне әсер етіп тұрған дыбыстарды анықтап, қандай ықпал екенін жазасыздар. Яғни жаңа мен көрсеттім, карандашпен үстіне қай дыбысқа әсер етіп тұрған стрелкамен апарып, өзгеріп тұрған дыбысты үстіне жазасыздар, және әр сөзден кейін сызықша қойып, қандай ықпал екендігін жазып отырасыздар. Мысалы, Жанболат деген сөздің үстінен стрелкамен белгілейсіздер, өзгеріп тұрған әріпті жазасыздар жаңа мен көрсеткендей, сосын сызықша қойып, қай ықпал екендігін жазасыздар. Осылай тапсырманы орындап болғаннан кейін бүгінгі сабаққа рефлексия жасаймыз. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Тапсырмаларды сіздерден күтетін боламын.